Бұл ақпарат History Lab каналынан алынды. Мың 1945 жылдың қысы. Еуропада аяқталуға жақын қалған екінші дүниежүзілік соғыс. Шығыста Қызыл армия Германия шекарасына жақындады. Берлинге небәрі 80 шақырым қалды. Батыста американдықтар басып келеді. 3 айдан кейін Гитлер рейхі құлдырап, мыңдаған қираған қалалар мен миллиондаған құрбандар қалды. Соғыстан кейін Еуропада не болады? Одақтас державалардың басшылары бұл туралы көбірек ойлана бастады. 6 айдан бері олар Ялтадағы жаңа бейбітшілік конференциясына дайындалуда. Бұл кездесу соғыстан кейінгі әлемнің тағдырын шешеді. Бұл әлемдік тарихтағы жаһандық мәселелермен айналысқан алғашқы конференция болды. Жылдар өткен соң, қырғи қабақ соғыс дәуірінде батыс саясаткерлері Ялта конференциясын екінші Мюнхен деп атайды. Олар бұл кеңес империясымен мәжбүрлі келіссөздер болды деген миф жасайды. Бірақ бұл шынымен де солай болды ма? Ялта ұжымдық батыс пен кеңес одағы арасындағы ынтымақтастықтың шыңы болды. Сталин мен Рузвельт Қырымда не туралы келісті? Неліктен Черчилль келіссөздердің барысына риза болмады? Одақтастар Сталиннен не жасырды? Бүгін біз сол күндергі оқиғаларды бірнеше минут ішінде қалпына келтіре аламыз. Мың 1944 жылы 6 маусымда әлемдік тарихтағы ең ірі амфибиялық операция басталды. Немістер басып алған Францияның жағалауына 7000 әскери және тасымалдаушы кемелер келеді. Ла-Манш аспанында британдық авиация ұшып өтті. Нептун деп аталатын операция 6 маусымға қараған түні басталды. Жағалауда 24 000 десантшы парашютші тастап кетті. Жерде оларды Вермахтың 7-ші армиясы күтіп тұрды. Таңертеңгі сағат 6:30-да теңіз жаяу әскерлері ені 80 шақырым болатын жағалау учаскесіне қонды. 156 000 сарбаз жағаға шықты. Немістер оларды пулеметтен атып қарсы алды. Жекпе-жектің алғашқы сағаттарында бірнеше мың адам қаза тапты. Бірінші американдық армияның қолбасшысы генерал Брэдли шегінуге бұйрық беруге дайындалып жатты. Тек келесі күні, 7 маусымда, десантшылардың жекелеген топтары тереңдігі 5 шақырымға дейінгі жағалау белдеуін басып алды. Осылайша солтүстік Францияны азат ету басталды. Нормандияға қону Оверлорд стратегиялық операциясының алғашқы кезеңі болды. Шілденің аяғында одақтастар жағалаудағы терең плацдармды басып алды. 25 тамыздан бастап Париж босатылды. Қыркүйек айында неміс әскерлері Францияның солтүстігінен шегініп, Бельгиядағы Зигфридтің бекініс шекарасына қорған салды. Мұнда одақтастар ауыр шайқастарға батып кетті. Шабуыл шамамен 4 айға тоқтатылды. Британдықтар Германияда төңкеріс болуы мүмкін деп сенді. Олар қазір Адольф Гитлердің өліміне бұрынғыдан да мұқтаж болды. Соғыс барысында әсіресе Черчилль Германиядағы позициялық күштер төңкеріс жасай алады. Гитлерді алып тастайды, батыста майдан ашады және батыс әскерлері Европаны еш қиындықсыз азат ете алады деп сенді. Бұл идея, ол былайша айтқанда, оның басында әсіресе Черчилльде Рузвельттің бұл идеясын азғыруға тырысты. Бірақ Рузвельт әрине прагматик болды және оның қорқынышы расталды. Өйткені 1944 жылы желтоқсанда Гитлер батыс одақтастарын қорқыту үшін деген жерден соққы берді. 1944 жылы
16 желтоқсанда неміс әскерлері бұйрықпен шабуылға шықты. Кейіннен оны үмітсіздердің шабуыл деп атайды. Немістер шайқасқа соңғы күштерді. 2 танк пен 1 оқ армиясын шығарды. Бір аптаның ішінде олар одақтастардың майданын бұзып, оларды 90 шақырымға шегіндірді. Бірнеше американдық дивизиялар жеңілді. Батыс майданының өмір сүруіне қауіп төнді. Батыста үрейленіп бастағанда, бұл жағдай маусым айынан бастап бүгінгі американдық фильмдерде көрініс тапқан жеңісті эйфорияға қауіп төнді. Оның үстіне немістер өте қатал әрекет етті. Яғни бұл жалпы қираудың алдында тұрған жағдай болды. Содан кейін Черчилль Сталинге батыста ауыр шайқастар болып жатқандығы туралы "Сіз шұғыл шабуылды тездете аласыз ба?" деген белгілі жедел хатпен жүгінеді. Ал Сталин бұған келіседі. 1945 жылы қаңтарда Қызыл армия шығыс Польшаның көп бөлігін босатып, Варшаваға жақындады. Әскерлерді қайта топтастыру және резервтерді толықтыру жүргізілді. Ары қарай жылжыту 20 қаңтарға жоспарланған болатын. Черчилль жедел хатын алғаннан кейін Сталин шабуылды 1 апта бұрын бастауға бұйрық берді. Висла мен Одерді мәжбүрлеу операциясына 2 миллионнан астам сарбаз қатысты. Небәрі 20 күнде олар 500 шақырымды жүріп өтіп, Берлиннен 60 шақырым жерде болды. Орыстарды тоқтату үшін Гитлер Орденнен шығысқа қарай бірнеше жаңа дивизиялар шұғыл түрде жіберуге бұйрық берді. Осыдан кейін ғана одақтастар шашыраңқы әскерлерді біріктіре алды. 2 аптадан кейін олар 300 мың неміс солдатын қоршауға алды. Қызыл армияның арқасында батыс майдан құтқарылды. Кеңес тарапы одақтас борышын орындамау салдарынан таза жүрді. Өйткені бұл оқиғаны 2-ші майданмен қайталай алды. Гитлерлер сендерді аяғына дейін өлтірмекші. Мүмкін біз оларды мұны істегенін күтуіміз керек. Бірақ мұндай ойында айтарлықтай керегін беру керек. Мәскеу ойнаған жоқ. Бұл әлі де ортақ соғыс. Ортақ соғыс, ортақ жау болды. Және соған сәйкес әрекет етті. Лондон мен Вашингтонда Қызыл армияның жетістіктері үреймен бақыланды. Одақтастар шығыс Европаны бақылауды жоғалтудан қорықты. Соғыстан кейінгі бейбітшілік туралы Сталинмен шұғыл келіссөздер жүргізу қажет болды. 1944 жылдың жазында Ұлыбритания премьер-министрі Уинстон Черчилль мен ақш президенті Франклин Рузвельт Сталинді бейбіт конференцияға шақырады. Черчилль бұл кездесуді аргонавт операциясы деп атауды ұсынды. Келіссөздер үшін орын мен уақытты таңдау. Сталин, Черчилль мен Рузвельт өте қарқынды хат алмасуы болды. Черноборж жағалауында алғаш рет әлі Ялта болмаған. Біздің Вашингтондағы елшіміз Громыкиннің соғыс жылдарында Рузвельттің оң қолы Гопкинспен әңгімесінде пайда болды. Гопкин Сталиннің алысқа бармайтынын білді. Біз Ялтаға қарағанда басқа жер таба алмайтын еді. Бірақ ол негізінен қарсы болмады. Бірақ Рузвельт қырсықты. Сталин Рузвельт мүлден бас тартқан кезде оның орнына Молотовты кездесуге жіберуді ұсынды. Одақтастар державалардың басшылары Ялтаға 3 ақпанда келді. Бұл күні Қырымның үстіндегі аспанда 160 кеңес жауынгері қорғады. Жер бетінде НКВД ішкі әскерлерінің 1,5 мың сарбаздар жұмылдырылды. Таңертең Саки әскери аэродромына американдық және британдық дипломаттар келді. Ұшу алаңының жанында олар үшін 3 үлкен шатыр орнатылды. Онда арақ, коньяк, шампан бөтелкелері, уылдырық, ысталған бекіре және лосось болды. Сағат 11-де Америка президентінің арнайы тақтасы қонды. ақш-тың 32-ші президенті Франклин Рузвельт ауыр ауруға және мүгедектікке қарамастан жалпыға бірдей құрмет пен беделге ие болды. Америкалықтар оны Америка тарихында басқаларға қарағанда 4 есе көп президент етіп сайлады.
Шынында да 20-шы жылдардың аяғында Рузвельт қатты ауырып, эмилитке ұшырады. Оның салдары оны мүгедек етті. Айтпақшы, оның әл-ауқаты Ялтаның көптеген сыншылар үшін оның Сталиннен көп жағынан төмен екенін дәлелдеуге негіз болды. Олай емес. Рузвельт өте күшті саясаткер, өте күшті келіссөз жүргізуші болды. Американдық мүдделерді қатаң қорғады. Түсте ауыр британдық борт көкжиекте көрінді. Авра Йорк, Уинстон Черчиллдің ұшағы. Кейінірек тарихтағы ең ұлы британдық деп аталатын 70 жастағы премьер-министр британдық отаршылдық империясының алтын ғасырында дүниеге келген. Жас кезінде ол оңтүстік Африкада тәж мүдделер үшін күресіп, саяси мансапқа ие болғаннан кейін коммунизмге қарсы крест жорығын жариялады. Екінші дүниежүзілік соғыстың басында Черчилль Ұлыбританияның ең танымал саясаткері болды. Большевизмге деген жеккөрушілігін ешқашан жасырмаған Черчилль кеңес дипломаттарын үнемі күлімсіреп қарсы алды. Ол әлі де Рузвельтпен бірге Сталиннің амбициясын ұстай алады деп сенді. Егер бұл майданда жасалмаса, онда ол келіссөздер үстелінде жұмыс істейді. Президент мырза, премьер-министр мырза, құрметті қарауыл, сіздің кеңестік социалистік республикалар одағына келуіңіздің құрметіне құрметті қарауыл бастығы аға лейтенант Казупеев тұрғызылды. Олардың екеуі де былайша айтқанда, қазіргі кезде айтылғандай, ұжымдық батысқа тиесілі болды. Бірақ олар өте әртүрлі адамдар болды, және олар әртүрлі дәуірлерге жатады. Рузвельт неоколониализм дәуіріне, ал Черчилль ескі Терри отаршылдық дәуіріне жатады деп айтуға болады. Олар демократия, бостандық, антифашистік күрес, егемендік, тәуелсіздік үшін күрес және тағы басқа ұғымдарын қалай түсіндіруге болатындығы негізінде жиі кездесті. Өйткені Рузвельт азаттық үшін күрес идеяларын ағылшындар музыкаға тапсырыс берген отаршылдық салаға таратқанда, Черчилль мұны жоққа шығарды. Оның ешқашан деген сөздері белгілі ғой. Мен Британ империясының жойылуында ол жерде премьер-министр болмаймын. Әсіресе ақш делегаттар үшін Қырымға жаңа көліктер жеткізілді. Рузвельт кеңес одағына сыйға тартқан броньды Линкольн, 2 Кадиллак және 20 Шевролет седаны болды. Президенттің өзі Қырымды американдық Виллис әскери джипмен арнайы орындықпен және оң жағында металл тұтқамен жүріп өтті. Мұндай биік тосқауыл Рузвельттің қандайда бір өткір маневр болған жағдайда жолға түспеу үшін болды. Бұл арада дәл солай болды. Асудағы машинаның маневры, бұрылыс және шектегіш ашылды. Артқы орындықта отырған американдық күзетшілердің жауап беруге уақыты болмады. Біздің жүргізуші бір қолмен көлікті басқаруды жалғастырды, екінші қолмен Америка президентіне жабысып өлімге әкелуі мүмкін бақытсыздықтың алдын алды. Крым түбегі 865 күн бойы неміс оккупациясында болды. Фашистер Крымның барлық салаларын қиратып, ескі жүзімдіктерді кесіп, көптеген мұражайларды, кітапханалар мен сарайларды тонап өртеп жіберді. 1908 жылы құрылған Ресейдегі ең көне Семей астрономиялық обсерваториясы жарылды. Оккупация кезінде немістер Крымда 200 мыңнан астам бейбіт тұрғынды қырып тастады. Көбісі ерекше қатыгездікпен өлтірілді. Симферополь ауруханаларының бірінде нацистік хирург Оскар Шульц зертхананы ашып, онда ол тірі адамдарға әсерін зерттеп, олардың ішкі мүшелерін алып тастады. Қала азат етілгеннен кейін осы аурухананың аумағынан 10 мың мәйіт табылды. Сұмдық эксперименттердің құрбандары. Рузвельтке Сталин кеңес одағында Гитлердің не істегенін көрсеткісі келді. Олар американдықтардың жеңістің қандай бағамен жеткен және кеңес одағы іс жүзінде басқа мемлекеттерді, басқа халықтарды қамтығанын көргісі келді. Айтпақшы, Рузвельт оны көрді. Ол мен біраз нәрсені көргеннен кейін немістерге әлдеқайда қаталмын деп ашық айтты.
Конференция қарсаңында Сталиннің бұйрығымен Қырымда ескі сарайлар шұғыл түрде қалпына келтірілді. Олардың ішіндегі ең ортасы Ливадия сарайы 1911 жыл салынған және революцияға дейін орыс императорлық отбасының жазғы резиденциясы болған. Сарай дипломаттардың отырысына арналған. Сонымен қатар американдық делегация мен президент Рузвельттің жеке өзі үшін бөлмелер дайындалды. Уинстон Черчилль оңтүстікке қарай 11 шақырым жерде Новороссия генерал-губернаторы Воронцов Валупки графының сәнді сарайында орналасқан. Иосиф Сталин үшін Кариздегі ең қарапайым Юсупов сарайы дайындалды. 2 айдың ішінде 2,5 мыңнан астам жұмысшы, мамандар сарайлар дайындады. Жолдарды жөндеді. Соғыстан қираған кілемдер, ыдыс-аяқтар, жиһаздар Мәскеуден, атап айтқанда Савой националь қонақ үйлерінен тіпті ұсақ-түйекке дейін жеткізілді. Сталин Рузвельттің интерьерде көгілдір реңктерді, жуынатын бөлмені, терезедегі перделерді және жиһаздың қаптамасын жақсы көретін біліп мұқият болды. Ялтадағы бейбіт конференция соңғы сәтке дейін құпия сақталды. Черчилльдің ұсынысы бойынша тіпті журналистер Крымға кіре алмады. Тек бірнеше әскери кинооператорлар қатысты. Диверсия мен арандатушылық жағдайында Ялтада 76 зениттік зеңбірек пен 300-ге жуық ірі калибрлі пулемет орналастырылды. Крымның үстінде пайда болған кез келген ұшақ бірден құлап кетуі керек еді. Бомбалау жағдайында Ливадияда бомбадан баспана салынды. Теңізден түбекті одақтастардың әскери теңіз күштері қамтыды. Президент Рузвельтті күзету үшін Ялтаға американдық теңіз корпусының бөлімшесі келді. Ал Сталинді күзету үшін 100 мемлекеттік қауіпсіздік қызметкерімен арнайы дайындалған НКВД әскерлерінің батальоны бөлінді. Конференция басталардан бір түн бұрын Ливадия сарайының айналасында қоршау 4 метрлік қабырға тұрғызылды. Бұл күні НКВД-ның 2 күзет айналымы болды. Олар ешкімді жіберіп алмады. Бірақ әрқайсысын тіпті делегация мүшелерінде мұқият іздеді. Түнде иттер мен шекарашылардың 3-ші айналымы қойылды. Иосиф Сталин кеңес делегациясымен бірге Крымға одақтастар келгенге дейін 3 күн бұрын пойызбен келді. 4 ақпанда ол одақтас державалардың басшыларымен алғаш рет кездесті. Кешкі сағат 5-те Ливадия сарайында делегациялар келіссөздер үстеліне жиналды. Сталин күтпеген жерден Рузвельттен конференция ашып, оның төрағасы болуын сұрады. Бұл керемет, демек рухани орналасу. Ол жымиған, мейірімді, сабырлы, осаңсыған, ақ көңіл. Оның бәрі біздің үлкен жеңістеріміздің аясында. Одақтастар бұл оның басына тиіп кетуі мүмкін деп қорықты. Ол өзінің шарттарын дөрекі, қатаң түрде жаза бастайтын триумфатормен келеді. Бұл болмады. Сталин өзін мойынсұнғыш, парасатты, ұстамды ұстау ақылды екенін түсінді. Міне бұл да үлкен әсер қалдырды. Ялтадағы келіссөздер Европа мен бүкіл планетаның болашағы тек 3 мемлекетке, СССР, ақш және Ұлыбританияға тәуелді болған әлемдік тарихтағы жалғыз жағдай болды. Ұлыбритания соңғы 200 жыл ішінде әлемдегі ең ірі отарлық империя болды. Британдық тәждің қол астында Үндістан, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, Шығыс Африканың көп бөлігі және бүкіл әлемдегі мыңдаған аралдар болды. Мұндай империяның бірлігін түсіну қиындай түсті. Британ империясы былайша айтқанда тігістерге әсіресе Үндістанға тарады. Рузвельт өзінің Британ империясының қарсыласы екенін жасырмады. Бұл олардың Сталинмен ортақ болды. Сталин әрине Британ империясы архаизм, бұл өткеннің жәдігері деп сенді. Черчилль үшін бұл мүмкін емес еді. Ол сондай-ақ Британ империясының ыдырауына төрағалық етпейтінін айтты. Бұл нағыз ескі британдық империализм. Ялта кездесуінен жарты жыл бұрын ағылшындар КСР-ны империяның басты жауы деп атаған арнайы директиваны бекітті. Соғыстан кейінгі Европадағы Сталиннің ықпалын әлсірету үшін Черчилль кеңес одағын Ұлыбританияның бақылауындағы мемлекеттер белдеуімен қоршауды жоспарлады. Сондықтан Черчилль үшін әсіресе Шығыс Европа, Балқан, Жерорта теңізі,
Ұлы Британияның позицияларын сақтау мәселесі ең маңызды болды. Соғыстан кейінгі Черчилльдің сұрақтары онша қызықтырмады. Бұл негізінен Рузвельттің бұға қатысты ісі болды. Ең алдымен оған Кеңес одағының қатысуы мен рөлі. 1945 жылы Америка құрама штаттарының басты міндеті милитаристік Жапонияны тез арада жеңу болды. Осы уақытта американдықтар Тынық мұхитында қатты соғыс жүргізді. Рузвельт КСР-ны Америкаға ортақ жауды жеңуге көмектесетін одақтас ретінде қарастырды. Оның орнына ол Шығыс Еуропадағы Сталинге жеңілдіктер жасауға дайын болды. Президенттің ұсынуында жаңа әлем ұлы державалардың келісіміне негізделуі, олардың әрқайсысы өздерінің ұлттық мүдделерін қорғауға құқылы. Сонымен бірге Америка құрама штаттары Кеңес одағының мәртебесі айтарлықтай өзгерген туралы нақты есеп берді, және бұл жағдайды елемеу мүмкін емес. Жаңа әлемде Америка құрама штаттары мен Кеңес одағы ерекше орынға ие болады деген тұрақты түсінік қалыптасты. Иосиф Сталиннің басты мақсаты Кеңес одағының қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. 41 жылғы маусым ешқашан қайталанбауы керек. Мұның кепілі Шығыс Еуропадағы жаңа одақтас үкіметтер болуы мүмкін. Ең осал қапталық батыс болды. Сондықтан алдымен шекараны қорғау керек болды. Сталин кеңею, революцияның экспорты, Кеңес одағын қоршап тұрған осы белдеуден тыс кеңестік ықпалдың кеңею туралы көп ойлаған жоқ. Егер сіз қарасаңыз, ол жалпы алғанда патша империясын қалпына келтіру категориялары бойынша географиялық тұрғыдан ойлады. Ялтадағы конференция 7 күн. 4 ақпаннан 11 ақпан аралығында өтті. Бірінші жұмыс отырысы 5 ақпан күні таңертең өтті. Күн тәртібінде Германияны оккупация аймақтарына бөлу туралы мәселе болды. Елде шекаралар одақтас әскерлердің жағдайына сәйкес келетін 3 аймақ бөліну керек еді. Бұл тәртіпті қалпына келтірудің уақытша шешімі болды. Оларды ешкім Германияның бөлінуінің мәңгілік бекінісі ретінде қарастырған жоқ. Кеңес одағы бұған мүлдем нұсқау берген жоқ. Өйткені Кеңес жағы Германияны бөлшектеу жоспарларына өте сын көзбен қарады. Көрдіңіз бе? Батыста екі көңіл күй ағыны соқтығысқан. Көңіл күйдің алғашқы ағымы Гитлер әділ бәсекелестік ережелерін бұзды. Көптеген адамдар кек алу ниеті Германияны жазалауға, оны бөлшектеуге Черчилль айтқандай еңбекқор мемлекет етуге бағытталды. Бірақ содан кейін соғыстың соңына қарай басқа көңіл күйлер пайда бола бастады. Ал Еуропада не болады? Черчилль сенді. Англия әрқашан Еуропадағы күштер тепе-теңдігіне ойнайды. Ал құдіретті Кеңес одағын кім теңестіреді? Демек, Германияның тағдырын жеңілдету керек еді. Сол кезде ол Францияның қайта жандануына қол жеткізу керек деп есептеді. Француз армиясын 1940 жылы Вермахт 3 аптаның ішінде жеңді. Алайда Черчилль француздарға өзінің оккупациялық аймағын бөлуді талап етті. Сталин қарсы болмады. Германияның тағдыры кеңес басшысын аз мазалады. Репарациялар оған көбірек қызығушылық тудырды. Соғыстан келтірілген залал есебінен төлемдер осылай аталды. КСРО ұлттық байлықтың 1/3 жоғалтты. Қалпына келтіру үшін үлкен қаражат қажет болды. Ол кезде елде жоқ еді. Шын мәнінде барлық сыртқы саясат сталиндік болып табылады. Ол экспансияға, бөтен аумақтарды басып алуға, немесе сол жерде мемлекеттерге бағынуға, немесе социализмнің басқа елдерге таралуына арналмаған. Мұның бәрі әдейі, толық. Ол бір міндетке бағынды. Соғыстан кейінгі қалпына келтіру үшін кез келген мүмкіндікті табу. Және өтемақы, олар оған егер құтқарушы болмаса, онда кез келген жағдайда бұл мәселені шешудің бір бөлігі болып көрінді. Батыстықтар Германияда таусылу үшін активтерге ұмтылды, ал Сталин жомарттықпен оған өтемақы төлемдерін алуға мүмкіндік беру үшін оларға беруге дайын болды.
Уинстон Черчилль Сталинді жасырын тітіркенумен тыңдады. Ол бірінші дүниежүзілік соғыстың тәжірибесін еске түсірді. Содан кейін Германия одақтастарға 100 мың тонна алтынға тең 269 миллиард алтын маркасын қайтару керек еді. Нәтижесінде нацистер жаңа дүниежүзілік соғысты бастады. Кеңес делегациясы басқа жоспар ұсынды. Германиядан тек 20 мың тонна алтын өндірілу керек. Олардың оны СРО-ға кетеді. Алғандар одақтастар арасында бөлінеді. Өтемақылардың бір бөлігін табиғи түрінде Германияның кеңес одағына 10 жыл бойы жеткізетін өнеркәсіптік жабдық, шикізат және дайын өнім түрінде алып тастау керек еді. Бұл ұстаным американдық және ағылшын делегацияларын таңғалдырған егжей-тегжейлі есептеулермен расталды. Олар бұған дайын болмады. Және балама құжаттары болмады. Қарсылық білдіру қиын болды. Черчилль Сталиннің ісін қабылдады. Бірақ келіссөздерде бастаманы өз қолына алуға үміттенді. Алда бүкіл конференцияның басты мәселесі соғыстан кейінгі Польшаның тағдыры болды. 20 ғасырдың 30 жылдарында Польша Республикасы Ұлыбританияның Шығыс Еуропадағы басты одақтасы болды. 1939 жылы Польша Қызыл армияның бөліктерін өз территориясы арқылы Германия шекарасына өткізуден бас тартты. Қыркүйек айында 2 аптаның ішінде елді вермахт басып алды. Польша үкіметі қашып кетті және көп ұзамай Лондонға қоныстанды. Сол жерден ол оккупацияланған Польша аумағындағы ең ірі партизандық қозғалыс өлке армиясын басқарды. Лондонда қазылған Гитлерден ұтылған поляк үкіметі, бұл үкімет тек антисоветтік емес еді. Шизофрениялық антисоветтік деп айтар еді. Онымен келіссөздер жүргізу әсіресе 1943 жылдан кейін мүмкін болмады. Сонымен қатар өте авантюристік үкімет болды. Ол Польшаға кірген кеңес әскерлерінің артына оқ жаудырып, Польшаны азат етті. Тіпті кейбір командирлер кеңес сарбаздары Гитлерден гөрі қарсыластар деп санады. Соғыс жағдайында толық абсурд. 1944 жылы тамызда Варшавада поляктар нацистерге қарсы көтеріліс жасады. Көтерілісшілер Лондон үкіметінің жарлығымен әрекет етті және кеңес қолбасшыларына алдағы көтеріліс туралы хабарлаған жоқ. Поляк партизандарының басты мақсаты Қызыл армия бөлімшелері Варшаваға кірмес бұрын қалада билікті басып алу болды. Немістер көтерілісті аяусыз басып тастады. Поляк үкіметінің авантюралық шешімі нәтижесінде қуғында 100 мың қала тұрғыны қаза тапты. Дегенмен Лондон саясаткерлері сәтсіздікке кінәні Иосиф Сталинге жүктеуге тырысты. Ал қайғылы оқиғаның шынайы кінәлілері Ұлыбританияның ең жоғары кеңселерінде отырды. Қалай болғанда да 44 жылдың 20 шілдесінде Гитлерге жасалған қастандықты синхрондау және 44 жылдың 1 тамызында Варшава көтерілісінің басталуы туралы ешкім ойланбады. Ал бұл тікелей байланыс болды. Черчилль поляктарды оппозициялық топ келеді деп сендірді. Сол кезде сендер Варшаваны басып алып, соғысқа дейінгі туды көтеріп жатырсыңдар және Сталинге бұл үкіметті мойындаудан басқа ештеңе қалмайды деп айтты. Бұл әрине үлкен шытырман оқиға және үлкен интрига болды. Польшаны Қызыл армия 1945 жылы 3 ақпанда Ялта кездесуі қарсаңында босатты. Осы уақытқа дейін Люблин қаласында Польша Республикасының жаңа уақытша үкіметі құрылды. Батыста ол танылған жоқ. Польшаның эмиграция үкіметі Люблин комитеті Сталинге есеп береді деп мәлімдеді. Краева армиясының партизандары комитет мүшелерін іздеп өлтірді. Соғыс жылдарында олардың қолынан поляк коммунистік қозғалысының бірнеше мың қатысушысы қаза тапты. Күн сайын жағдай шиеленісе түсті. Сталин, Черчилль және Рузвельт азат етілген Польша үкіметінің құрамына кіреді деп шешу керек еді. Сөз
Уинстон Черчилльдің аузында болды. Ол бүкіл өркениетті әлем Польшаға қарап, онда еркін және демократиялық сайлау өткізуді күтіп отырғанын мәлімдеді. Британдық премьер-министр ешқашан поляктардың мүдделерімен айналыспайтынын айтты. Өйткені ол үшін бұл құрмет мәселесі. Бұған жауап ретінде Сталин Қызыл армия жауынгерлерінің артына оқ атқан адамдар поляк мемлекетін қайта басқара алмайтынын байқады. Черчилль Польша туралы мәселе біздің ар намысымыз екенін айтты. Ал Сталин Черчилль үшін бұл ар намыс мәселесі, ал біз үшін бұл өмір мен өлім мәселесі деді. Өйткені Польша әрқашан Ресейге, содан кейін Кеңес одағына қарсы агрессияның дәлізі болды. Әскери Польшадан кейін жаңа мемлекеттік шекаралар төңірегінде қызу пікірталастар басталды. Ескі Кеңес поляк шекарасы Керзан сызығы деп аталатын жолмен өтті. 1921 жылы Кеңес поляк соғысының нәтижесінде Польша, Белоруссия мен Украина аумақтарының бір бөлігін қосты. Сталинмен келіссөздерде Рузвельт Керзан сызығымен шекараны қалпына келтіруді ұсынды. Бірақ сонымен бірге Польша Львовты тастап, Украинаның оңтүстігіндегі жерлер есебінен оның аумағын кеңейтуді ұсынды. Сталин мұндай жомарт қимылға кіргісі келмеді және кіре алмады. Ол поляктарға Шығыс Пруссияның бір бөлігін беруді, ал Беларусь пен Украин жерлерін Кеңес одағының құрамына қайтаруды ұсынды. Сталин жеңілдіктер жасады. Мысалы, Рузвельт одан Львовты поляктарға қалдыруды сұрады. Сталин мүлдем қарсы болды. Бірақ 5-8 шақырымға ол Польшаның пайдасына шекараны өзгертуге келісті. Черчилль таңдана сөйлей бастағанда, бірақ Львов ешқашан орыс қаласы болған емес, ал Варшава болды ғой деп Сталин жауап берді. Черчилль бірден үнсіз қалды, өйткені логика толығымен дұрыс болды. Немесе сол жерде шекара мәселесі шешілді делік. Ал Сталин күте тұрыңыз. Біз не туралы дауласып жатырмыз? Бұл сіздің лорд Керзан 1917 жылы ұсынған шекара ма? Мен лорд Керзаннан төмен орыс бола алмаймын. Міне ол, бұлайша айтқанда, қарусыздандырған ескертулер болды. Сталин әрине Ялтадағы бас дипломат, бас келіссөз жүргізуші болды. Ол әрине өте жақсы психолог болды. Ол өте жинақы, бірде-бір артық сөз жоқ. Ол өте ұнайтын, бірде-бір артық сөз жоқ. Сіз тіпті стенограммаларды оқи аласыз. Рузвельт реваға жайылады. Черчилльде сондай болады. Кейде көп сөзі бар, әрине ерекшелігі бар, бірақ іс жүзінде ол қатты айтқанда кешіріңіз бос нәрсе. Уинстон Черчилль ұзақ уақыт бойы қос саяси ойын жүргізді. Ялтадан 4 ай бұрын 1944 жылдың қазанында Ұлыбритания премьер-министрі поляк мәселесін түпкілікті шешу үшін Мәскеуге арнайы келді. Черчилль Сталиннің Польшаға қатысты барлық талаптарын орындауға келісті. Егер ол Ұлыбританияны шығыс колониялармен байланыстырған Грецияны бақылауға мүмкіндік берсе. Черчилльдің 1944 жылы осындай өзімшіл жоспарлары болды. Және оның сапары негізінен ол қалаған нәрседен туындады. Қызыл армия қазірдің өзінде Балканға қарай жылжып, Шығыс Европаны азат ете бастаған ескере отырып, ол британдықтардың ықпал ету аймағында болған елдердегі кеңестік ықпалды шектеді. Черчилль Сталинге лас құжатты ұсынған кезде әйгілі мәміле, онда КСРО мен Ұлыбританияның әсерінің қанша пайызы қай елдерде болатын жайы жазылған. Бұл жазбада Черчилль Шығыс Европа елдеріндегі болашақ пайыз ықпалмен өз қолмен жазып бөлісті. Ұлыбритания Грецияны алды. Оның орнына КСРОға Румыния мен Болгарияны берді. Кулуарлық әңгімеде Черчилль Сталиннің поляк жоспарларын қолдауға уәде берді. Және осыған байланысты одан Ялтаға поляктарды шақырмауын өтінді. Ол жариялылыққа қорқты. Черчилльдің Сталинмен 1944 жылғы 14 қазандағы әңгімесінің стенограммасында айтылған. Егер бұл туралы ақпарат баспасөзге енсе, онда поляктар үлкен шу шығаруы мүмкін. Сондықтан ол, Черчилль, мұның бәрін соның ішінде маршал Сталинге көрсеткен құжатты қатаң құпия ұстаған дұрыс деп ойлады. Сталин Черчилльдің ұсынысын қабылдады, бірақ Ұлыбритания премьерінің Европа халықтарының тағдырын басқарудың жеңілдігіне таң қалды.
Мысалы, Сталин мені сол жерде диктатор деп санайтынын айтты. Бірақ мен поляктардың пікірін сұрамай-ақ, поляк үкіметін құра алатындай диктатор емеспін. Рузвельт пен Черчилль бұған мүлдем сабырлы болғанмен, Черчилль бұл процесте кішкентай мемлекеттерді жырлап, кішкентай құстар екенін айтып, олар өз дауыстарымен ән айтуға құқылы деді. Бірақ поляктардың қандай екендігі туралы нақты сұрақтарға келгенде, біз олар үшін бәрін шешеміз. Сталин, күте тұрыңыз, мұны қалай жасауға болады деді. 8 ақпанда Польша бойынша Ялта келіссөздері тоқтап қалды. Франклин Рузвельт Сталинмен жалғыз сөйлесуге шешім қабылдады. Ол барлық фашистік емес партиялар поляк диетасына болашақ сайлауға қатыса алатындығын жариялап, Ромаға келуді ұсынды. Сталин бұл тұжырыммен келісті. Оның орнына одақтастар Сталиннің жаңа поляк шекаралары туралы ұсынысын қабылдады. Батыста бұл шешім екі-үшті қабылданды. Лондон мен Вашингтонда Рузвельтті шамадан тыс сәйкестік үшін айыптаған көптеген адамдар болды. Бұл Рузвельттің Шығыс Европаның мүдделерін сақтағаны туралы босаң су берген туралы ескі айыптауы Сталинге тыныштық ретінде тапсырылды. Бұл өте осал позиция. Өйткені олар ештеңені өзгерте алмады. Ең бастысы, мұның бәрі бұрынғы уақыттағы стратегиялық шешімдердің салдары болды. Егер олар орталық және Шығыс Европаны азат етсе, онда басқа әңгіме болатын еді. Бірақ олар бұрын екінші майдан ашқысы келмеді. Олар былайша айтқанда кеңес армиясына орталық және Шығыс Европаны азат етуге мүмкіндік берді. Осы тұрғыдан алғанда қалғанның бәрі осыдан шыққан. Қазірдің өзінде былайша айтқанда бұл даусыз фактіні өзгерту және кеңес одағының қатысуын және осы елдердегі ықпалын жою мүмкін болмады. Бұл жауап әлемді ықпал ету салаларына бөлуді білдірмейді. Өйткені кейбір батыс тарихшылары Ялтаны түсіндіреді, немесе Еуропа елдерінің мүдделерін Рузвельттерге сатқындық жасайды. Бұл одақтас мемлекеттің тікелей қауіпсіздік мүдделерін құрметтеуді білдірді. Яғни Америка Құрама Штаттары және кеңес одағы арасындағы планетарлық түсіністік өте кең деп айтар еді. Сталин Рузвельтке Германияға берілгеннен кейін 2-3 айдан кейін Жапониямен соғысуға уәде берді. Соғыстан кейін КСРО мен ақш-тың ынтымақтастығы жаңа жаһандық құрылым біріккен ұлттар ұйымы аясында жалғасуы керек еді. Бұл идеяның авторы Франклин Рузвельт экономика, саясат, соғыс және бейбітшілік мәселелерін бірге шеше алатын әлемдегі ең ірі елдердің өкілдерін жинауды ұсынды. Сталин бұл жоспарды бірден қолдады, ал Черчилль оған немқұрайлықпен қарады. Тіпті бұл аясында ол КСРО-мен ынтымақтастықтың болашағын көрмеді. Британдықтар бұған өте сақ болды және олар үшін кеңес одағы қазірдің өзінде ықтимал қарсылас болды. Рузвельт үшін сұрақ әлі ашық болды. Ол кеңес одағы ықтандыруға қарай көбірек адам дами алады деп сенді. Егер ол Сталинге соның ішінде Ялтаға әсерін сақтап қалса, бұл іске көмектеседі. Өйткені ол Сталиннің КСРО-ның қожайын екенін жақсы түсінді. Сталиннің басында қандай бағдарлама болады? Жалпы кеңестік саясат құрылады. 10 ақпанда одақтас державалардың басшылары Ливадия сарайының ауласына жиналды. Фото және кинокамера линзаларының алдында олар күлімсіреп қолдарын бір-біріне тигізді. Сталин КСРО-ның Шығыс Европадағы мүдделерін қорғап, өте мақы төлеуге қол жеткізді. Рузвельт соғыстың жақын арада аяқталуына және халықаралық қатынастардың жаңа дәуірінің басталуына үміттенді. Бірақ Черчилль барлық мақсаттарға қол жеткізе алмады. ақш пен кеңес одағының әлемдік саясатқа әсерін шектеу енді мүмкін болмады. Ялта конференциясы кезінде ешқандай қырғи қабақ соғыстың иісі болған жоқ. Келіспеушіліктер болды. Бірақ жалпы жауға қарсы жалпы күрестен кейін, соғыстан кейін ортақ күш салу керек деген негізгі көңіл күй болды. Сондықтан батыста Ялтада батыстың сатқындық жасағаны, қырғи қабақ соғыстың тамыры бар екендігі, коалицияның бөлінуі дәл сол жерде басталды. Мұның бәрі толық тарихқа қарсы, мен айтар едім, үкім деп. 1945 жылы
9 сәуірде Ялтадан 2 ай өткен соң президент Рузвельт кенеттен қайтыс болды. Оның орнына сенатор Гарри Труман келді. Ол қатал және өзіне сенімді саясаткер. Оның дүние танымын американдықтар рота командирінің көкжиегімен салыстырды. Бірден дерлік Труман кеңес одағын тежеуге бағытталып, өзінен бұрынғы барлық бастамаларды тоқтатты. Черчилль жаңа американдық әріптесін қызу қолдады. 1945 жылы мамырда Германияға жаңа ғана капитуляция жасай отырып, Черчилль өзінің әскери командасынан кеңес одағымен соғыс жоспарын құруды сұрайды. Қазір бұл жоспар елдерге таныс болған белгілі. Сонымен қатар американдықтар да, одан да қызығы поляктар мен немістер де вермахтың ағылшындар қарусыздандырмаған, бірақ неміс қаруын болашақта қолданысқа енгізген бөліктерде осы соғысқа қатысу керек еді. Ал Сталин мұндай ақпаратқа қалай жауап бере алады? Әрине, бұл өте маңызды сигнал. КСРОны тежеу идеясы американдық саяси элитаның санасын тез жаулап алды. Коммунизмге қарсы күресте тек ақш батыс әлемінде көшбасшылықты талап ете алды. Бұл күрестің астында олар өздерінің әсерін планетаның барлық аймақтарына тарата алды. Сондықтан американдықтар соғыс аяқталғанға дейін Еуразияның шетінде өз қатысуын сақтап қалу және тіпті кеңейту үшін бәрін жасады. Ішкі көтерілу қиын болды, бірақ Исландиядан бастап Жапония мен қиыр шығысқа дейінгі периметр бойынша тірек нүктелерін құру қажет болды. Сол кезде де әскери базалар жоспарланып отыр. Олар американдық әскери стратегиялық базалар тұрғысынан құрылу керек. Бұның бәрі кеңес одағының шекаралары бойынша болды. Бұл кеңес одағы әлі жау болып саналмаған уақытта жасалды. Бірақ мүмкін, ол проблемалар ел ретінде қарастырыла бастады. Бұл күшті логика болды. Өкінішке орай, ол басым болды. 1945 жылы 6 тамызда американдықтар Хиросимаға атом бомбасын тастады. Бұл атом қаруын алғашқы жауынгерлік қолдану болды. Бірнеше айдан кейін американдық барлау агенттіктерінің құпия директиваларында ядролық шабуыл жасау үшін кеңестік 20 қала көрсетілген. Ядролық қарудың дамуы бүкіл соғыс кезінде ақш-та жүргізілді. Бірақ ол КСРОдан мұқият жасырылды. Черчилльдің айғақтарына сүйенсек, Ялтада көзбе-көз Черчилль мен кулуарлық әңгімелерінде ол бұл туралы Сталинге айтуға тырысты. Оның айтуынша, оны бұған үзілді-кесілді Черчилль көндірді. Содан кейін Сталин Громыкаға Рузвельт маған Ялтада атом бомбасы туралы неге айтпағанын айтады. Өйткені біз одақтаспыз ғой. Конференция қорытындысы бойынша доста ол да осындай нәрсені меңзеп, біздің одақ берік екенін айтты. Өйткені біз бір-бірімізден ештеңе жасырмаймыз. Рузвельт пен Черчилльге қарап, солай ма, рас па деп сұрады. Егер Рузвельт бұл туралы айтса, не өзгеретін еді? Біз тек болжай аламыз. Ялтадан 2 жыл өткен соң әлемде қақтығыс басталды. Оны бүгінде қырғи қабақ соғыс деп атайды. Бұл кезең 40 жылдан астам уақытқа созылды. Осы уақыт ішінде біздің ғаламшарымыз ядролық соғыс кезінде бірнеше рет жойылуы мүмкін. Екі ұлы державаның идеологиялық қақтығысы орыстар мен американдықтар әлемнің болашағы туралы бірге ойлаған дәуірді іс жүзінде жойды. КСРО мен ақш біздің ғаламшарымызды жақсырақ және қауіпсіз ете алатын уақыт туралы. Франклин Рузвельт Қырымнан кетіп бара жатқанда дәл осылай ойлаған шығар. Ол кеткеннен кейін халықтардың бейбіт өмір сүруіне деген соңғы үміт жоғалып кетті.